Армысыздар ардақта ағайын, жалпы көпшіліктің арасында келесідей жағдайлар кездесіп отырады, иә. Мысалға, несие бойынша төлем күні әр айдың 20-сына, бірақ айлықты айдың соңында 30-ы 31-леріне береді. Бағанадай 20-сына несиесін төлей алмайды, себебі айлық түскен жоқ, сондықтан өзінің кредиттік историясын құртып жүре береді. Енді дәл осындай жағдайда мен сіздерге айтайын, сіздер төлем күнін несие бойынша өзгерте аласыздар. Ол үшін қандай іс-әрекеттер, қандай қадамдар қажет? Ең бірінші, өзіңіз қызмет алып отырған, яғни өзіңіз несие төлеп отырған банкқа барып, өтінім жазуыңыз қажет. Өтінім міндетті түрде хат ретінде болу қажет. Енді бір банктарда комиссия бар, кейбір банктарда комиссия жоқ. Осы сәтте ескере кеткен жөн болады банкқа барар сәтте. Кейбір банктар сіздерден қосымша анықтама сұратуы мүмкін, яғни сіз өзіңіздің жұмыс орныңыздан, бухгалтерияңыздан барып, осындай адам мына күні жалақы алады деген анықтама сұратуы мүмкін. Енді қараңыздар, дәл осындай өтінім қанша күн ішінде қаралып, қанша күнде растау алады. Егер филиалдың өзінің жергілікті бұл мәселені шешуге құзыры жетсе, яғни банк тарапынан ондай құзыры бар болса, автоматты түрде сіздің өтініміңіз бойынша шешім 3 күннің ішінде келіп, сіз жаңа дополнительное соглашение, яғни жаңа графикқа қол қоятын боласыздар. Енді банктарда жергілікті кредитный комитет немесе бас головной кредитный комитет болады. Екіге бөлінеді. Жергілікті кредитный комитет дегеніміз ол сол банктың, филиалдың, басшыларының, қызметкерлерінің арасынан дәл осыған ұқсас немесе осындай көптеген сұрақтарды шешуге арналған құзыретті мамандары. Одан кейін бас головной кредитный комитет дегеніміз болады. Егер дәл осы сіздің сұрағыңызды шешу құзыры сол филиалдың кредитный комитетіне берілген болса, олар бір аптаның ішінде сізге шешімін шығарып, жауабын беретін болады. Егер дәл бұндай құзыр жергілікті кредитный комитетте жоқ болса, бас головной кредитный комитеттің құзырында болса, оның бас аяғы қаралуы 15 күнге дейін кетеді. Егер 15 күннің ішінде сіздің мәселеңіз бойынша сұрақ шешілмеген жағдайда, сізге банк тарапынан қосымша хат келіп, тағы да 15 күнге созылған жайында ақпарат берілетін болады. Жалпы мен өзім кездескен практикалар бойынша, себебі мен банк саласында 8 жыл басшылық қызметтерде жұмыс жасап келе жатырмын. Мен өзім көрген банктарда көбіне өтінім жазады, берілген комиссиясын төлейді, қажет болса анықтамасын алдыртады. Көптеген жерлерде автоматты түрде шешім келеді, немесе жергілікті кредитный комитеттің құзыретінде болады. Сіздердің төлем күндеріңіз өзгерту қажет болып жатса, осы ақпаратты біліп, төлем күндеріңізді өзгертіп, кредитный историяларыңызды, яғни кредиттік тарихтарыңызды құртып алмаңыздар. Ол болашақта өте қажет болады. Себебі қазір мысалы дамыған елдерде, Америка, тағы да басқа Европа елдерінде жай ғана мысалы автокөлік арендаға беретін кезде, ояқта сондай дамып кеткен, тағы да басқа іс-әрекеттер кезінде сіздің ең бірінші төлем қабілеттілігіңізді, яғни кредитный историяңызды тексереді екен. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Егер таныс, бауыр, жақындарыңыздың араларыңызда дәл осындай жағдаймен төлемі айлығының алдында болған жандар бар болса, осыны жіберіңіздер, төлем күнін өзгертіп алсын. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Мақсатпен мақсатқа.